Ассаламу алейкум. Бүгін біздің тақырыбымыз жалпы қан анализі. Жалпы қан анализінің құрамына гемоглобин, эритроциттердің мөлшері, лейкоциттердің мөлшері, лейкоцитарлы формула, тромбоциттердің мөлшері, ЭТЖ, яғни эритроциттердің тұну жылдамдығы кіреді. Біздің бірінші тоқталатынымыз гемоглобин. Гемоглобиннің қызметі адам ағзасының оттегімен қамтамасыз ету және одан көмір қышқыл газын алып өкпеге жеткізу. Гемоглобин қалыпты жағдайда ер кісілерде 130-160 грамм литрде, ал әйел кісілерде 120-140 грамм на литрде, ал жүкті әйелдерде 110 граммға дейін төмендеуі мүмкін. Ал гемоглобиннің көбею себептеріне тоқталатын болсақ, физиологиялық жағдайда таулы аймақта өмір сүретіндер, ұшқыштарда, ал патологиялық жағдайда жүрек және өкпе жеткіліксіздіктерінде, эритемада, адам ағзасының сусыздану кезінде, темекі шегетіндерде пайда болады. Ал гемоглобиннің азаюын анемия деп атаймыз. Анемия гипергидратацияда, анемияның кез келген түрлерінде, мысалына тоқталатын болсақ, B12 анемиясы, темір жеткілік анемиясы, лейкозда тағы басқаларда. Келесі тоқталатынымыз эритроциттер. Эритроциттер қалыпты жағдайда ер кісілерде 4 және де 5/5-тің көбейту 10-12 дәрежесі литрде. Әйел кісілерде 3/7, 4/7 көбейту 10-12 дәрежесінде. Эритроциттер мөлшерінің жоғарылауын эритроцитоз деп аталынады. Ол гипогидратацияда, тыныс алу жүйелерінің ауруларында, жүрек ақауларында, таулы аймақта өмір сүретіндерде, темекі шегетіндерде, ұшқыштарда, эритема тағы басқа ауруларда кездеседі. Ал эритроциттер мөлшерінің төмендеуін анемия деп атаймыз. Бұл анемияның кез келген түрінде, мысалына B12 жеткіліксіз анемиясы, темір жеткіліксіз анемиясында, ал лейкоз тағы басқа ауруларда. Эритроциттер мөлшерінің өзгерісін кішіреюін микроцистоз деп атаймыз, ал үлкейін макроцистоз. Ал пішінінің өзгерісіне тоқталатын болсақ, оны талассемия деп аталынады. Гематокрит. Гематокрит дегеніміз қандағы эритроциттердің мөлшері. Ер кісілерде 41-53% құрайды. Әйел кісілерде 36-46% құрайды. Гематокриттің жоғарылауы дененің сусыздану кезінде, құсу кезінде, диарея кезінде, күйік кезінде, перитонит кезінде, эритема тағы сол сияқты ауруларда кездеседі. Гематокриттің төмендеуі. Ол қан жоғалту кезінде, ашығу кезінде, жүктілік кезінде, көп мөлшерде сұйықтық енгізгенде, анемия тағы басқа кездерде гематокрит төмендейді. Егер біз қарап жатқан науқаста анемия болатын болса, ол кезде біз түстік көрсеткішке қараймыз. Түстік көрсеткіш дегеніміз бір эритроциттегі гемоглобиннің орташа көрсеткіші болады. Ол қалыпты жағдайда 0,86, 1,1-1 аралығында. Егер түстік көрсеткіш жоғарылайтын болса, біз B12 анемиясы немесе фолий дефицитті анемияларды байқалады. Ал түстік көрсеткіштің төмендеуі темір жеткіліксіз анемия кезінде, жүктілік кезде байқалады. Ал түстік көрсеткіш қалыпты жағдайда болатын болса, ол геморрагиялық анемияларда кездеседі. Ретикулоциттер деп қанда толық жетілмеген жас эритроциттерді атайды. Ретикулоциттер эритроциттердің 0,2-1,2% құрайды. Ретикулоциттердің мөлшерінің жоғарылауын ретикулоцитоз деп аталынады. Ол жедел қан жоғалту кезінде, B12 тапшылық анемия емдеу барысында, гемолитикалық анемия кезінде, оттегінің жедел жеткіліксіз кезінде жоғарылауы мүмкін. Ретикулоциттердің мөлшерінің төмендеуін ретикулоцитопения деп аталынады. Ол апластикалық анемия кезінде, гипопластикалық анемия кезінде, дефицитті анемия кезінде, B12 тапшылық анемияның емі басталмай жатып ретикулоциттер төмендейді. Лейкоциттер. Лейкоциттердің қызметі инфекциялық токсикалық бөгде заттардан қорғау. Лейкоциттердің мөлшері қалыпты жағдайда 4-9 көбейту 10-9 дәрежесі литрде. Лейкоциттердің жоғарылауын лейкоцитоз деп атаймыз. Лейкоциттерді қалыпты жағдайда стресс кезде, бұлшықеттерге ауыр жүктеме түскен кезде, жүктілік кезде жоғарылауы мүмкін. Ал лейкоциттердің оннан жоғарылауы қабыну кезінде, инфаркт миокард кезінде, геморрагиялық инсульт кезде, жарақат кезінде жоғарылайды. Ал лейкоциттердің жоғарылауы 70-80-ге дейін жоғарылайтын болса, сепсисте, одан да жоғары болатын болса, созылмалы және де жедел лейкоз кезінде байқалады. Лейкоциттердің төмендеуі, оны лейкопения деп атаймыз. Олар дәрілердің әсерінен төмендеуі мүмкін. Мысалы, антибиотиктердің
қабынуға қарсы стероидті емес препараттардың, эпилепсияға қарсы препараттарды қолданған кезде төмендеуі мүмкін. Ал аурулар кезінде малярия, краснуха, бөртсілі, сепсис, дәнекер тінінің жүйелік аурулар кезінде төмендеуі мүмкін. Лейкоцитарлы формула. Лейкоцитарлы формула дегеніміз лейкоциттердің бір-біріне деген проценттік қатынасын айтады. Олардың бірінші жасшасы нейтрофилдер. Нейтрофилдердің қызметі фагоцитоз, яғни бактерия, саңырауқұлақ, басқа да бөгде заттарды жұту және жою. Олар екіге бөлінеді: таяқша ядырлы және сегмент ядырлы болып. Таяқша ядырлы лейкоциттердің 2-4% ғана құрайды, ал сегмент ядырлы 47-67% құрайды. Нейтрофилдердің мөлшерінің жоғарылауына тоқталатын болсақ, нейтрофилдердің жоғарылауын нейтрофилия деп аталынады. Ол бактериялық инфекциялық аурулар кезінде, қабыну кезінде, созылмалы зат алмасу бұзылыс кезінде жоғарылайды. Ал нейтрофилдер мөлшерінің төмендеуі вирусты аурулар кезінде, қан аурулары кезінде, қалқан-чебес гормонының жоғарылауы кезінде, антибактериялық терапия кезінде, вирусты препараттар қолданғанда, қабынуға қарсы препараттар қолданған кезде төмендейді. Лейкоцитарлы формуланы оңға немесе солға ығысу дегеніміз не? Лейкоцитарлы формуланы солға жылжу дегеніміз қалыпты жағдайда сүйек кемігінде болатын жас жетілмеген нейтрофилдердің мөлшерінің көбеюі. Олар қай кезде көбейеді? Жеңіл және ауыр инфекциялық аурулар кезінде, қабыну аурулар кезінде, қан жоғалту кезінде, пневмония, дифтерия, скарлатина, интоксикация кезінде тағы басқа да пайда болады. Ал лейкоцитарлы формуланы оңға жылжу дегеніміз қандағы кәрі, яғни сегмент ядры нейтрофилдерінің көбеюін айтамыз. Олар Б12 жеткіліксіз анемия кезінде, фолий қышқылы жеткіліксіз анемия кезінде, өкпенің созылмалы аурулар кезінде тағы басқаларды жоғарылайды. Моноциттер. Моноциттердің қызметі қабынған тінді тазалау, өлген жасушаларды және инфекция көздерін жоюға көмектеседі. Моноциттер лейкоциттердің 2-6% ғана құрайды. Моноциттердің жоғарылауын моноцитоз деп аталынады. Ол вирусты, қарапайымды саңырауқұлақтардан шақырылған инфекциялық аурулар кезінде жоғарылайды және жедел қабыну кезінде, ревматикалық аурулар кезінде, қан түзу аурулары кезінде және де ауыр металдармен уланған кезде жоғарылайды. Моноциттің мөлшерінің 2%-дан төмендеуін моноцитопения деп атайды. Ол стероидты препараттар қолданған кезде, операциялардан кейін, апластикалық анемия кезінде, тағы сол сияқты аурулар кезінде төмендейді. Эозинофилдер. Эозинофилдер жедел аллергия реакцияларға, паразиттерге, токсикалық заттарға, ісік жасушаларына қарсы тұратын лейкоциттердің түрі. Мысалына, анафилактикалық шокта, күйвинг ісігінде, аллергиялық ринитте, есек жемде, ішек паразиттерінде, аскаридозда, ісіктерде тағы басқаларда жоғарылайды. Эозинофилдер лейкоциттердің 0,5% ғана құрайды. Эозинофилдердің мөлшерінің жоғарылауын эозинофилия деп атаймыз. Ол аллергия кезінде, жедел инфекциялық аурулар кезінде, дәнекер тін ұлпаларының қабынуында, бөгде ақуыздар денеге енген кезде жоғарылайды. Эозинофилдердің мөлшерінің төмендеуін эозинопения деп атаймыз. Олар адренокортикоидты гормондар қолданған кезде, синдром Кушинга кезде, ауыр металдармен уланғанда, іріңді процестерді стресс кезінде төмендейді. Базофилдер. Базофилдер жылдам және баяу аллергиялық реакцияларға қатысады. Баяу аллергиялық реакциялар аллергенмен қатысқаннан соң 1-2 күннен кейін басталады. Базофилдер лейкоциттің 0,1% ғана құрайды. Базофилдердің мөлшерінің жоғарылауын базофилия деп атаймыз. Олар бронхиалды астмада, аутоиммунды ауруларда, кейбір инфекциялық ауруларда, эритемада, созылмалы миелойкозда, тағамдық аллергияларда, тағы сол сияқтыларда кездеседі. Лимфоциттер. Лимфоциттер адам ағзасындағы ең басты иммундық жасушалардың біріне жатады. Олар лейкоциттердің 25-35%-ын құрайды. Лимфоциттердің жоғарылауын лимфоцитоз деп атаймыз. Олар вирусты және созылмалы бактериялық инфекцияларда жоғарылайды. Инфекциялық мононуклеозда, қан жүйесінің ауруларында, ауыр металдармен уланғанда, тағы сол сияқты ауруларда жоғарылауы мүмкін. Лимфоциттердің мөлшерінің төмендеуін лимфопения деп атаймыз. Олар туберкулез кезінде, жүйелі қызыл жегінде, житсте, бүйрек жетіспеушілігінде, глюкокортикоидты қолданғанда төмендейді. Тромбоциттер. Тромбоциттердің қызметі қан ұйым қамтамасыз ету. Тромбоциттердің мөлшері 180-320 көбейту 10-9 дәрежесі литрде. Тромбоциттердің мөлшерінің жоғарылауын тромбоцитоз деп атаймыз. Олар
созылмалы жүйелік аурулар кезінде, мысалы ревматоидты артритті, остеомиелитті, анемиялар кезінде, физикалық қажу кезінде жоғарылайды. Сонымен қатар қанның ауыр дәрежеде зақымдалуын білдіреді. Тромбоциттердің мөлшерінің төмендеуін тромбоцитопения деп атаймыз. Ол бауыр аурулары кезінде, алкоголь жиі қолданғанда, дефицитті анемиялар кезінде, дәрілер қолданған кезде, Девес синдромы кезінде төмендейді. Эритроциттердің тұну жылдамдығы ЭТЖ. Ол қанның плазмаға және эритроциттерге бөліну жылдамдығын анықтайтын лабораториялық анализ. Қалыпты жағдайда ер кісілерде сағатына 1-11 мм тұну қажет, ал әйел кісілерде 2-15 мм. Эритроциттердің тұну жылдамдығын жоғарылауы физиологиялық жағдайда тамақтанғаннан соң, жүктілік кезінде, ал патологиялық жағдайда қабыну кезінде тағы басқа ауруларда. Ал ЭТЖ-ның төмендеуі эритемада және эритроцитозда, қанда билирубиннің жоғарылауында тағы басқаларда кездеседі.